Сәлем оқырман. Бүгін біз оқырмандар арасында мейрам қарсаңында кішігірім сауалнама жүргізгелі жатырмыз. Ендеше оқырмандарымыздың жауабын бірге білейік. Сізге қоятын сұрағым, әйел сөзін естігенде ең алғаш ойыңызға келетін үш сөзді атасаңыз. Нәзіктік, махаббат, жылу. Сұлу, ақылды, батыл, көрікті, қамқор, адамгершілік. Нәзіктік, жақыншар, сенімділік. Рахмет. Забота, ласка, наверное, и любовь. Ел сөзін естігенде бірінші анамыз, ұстазым, әйелім. Рахмет. Мейірім, ана, махаббат. Рахмет көп. Мейірім, шынайылық, сосын татулық, әдемі, ақылды, және sophisticated, ағылшынша. Қалай аударылады қазақша? Білмеймін, тек қана ағылшынша білемін. Жақсы, рахмет. Әйел ол ана. Әйел ол мейірімді жан. Әйел кітапханашы. Нәзік, ақылды, әрдайым қолда көрсететін адам. Тепло, любовь, воспитание. Рахмет. Нәзіктік, еркіндік, сұлулық кейсін. Рахмет, күшті.